Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен бірге шәкірт онлайн мектебі және де Салтанат апай әдеттегідей математика сабағынан сабақ өтетін болады. Ал енді біз әрі қарай фигураларды салу деген тақырыпты жалғастырамыз. Және де ең бірінші мына кітабымыздағы 44-ші беттегі бірінші тапсырмаға қарай ғой. Теңіз мекендеушілеріне қара, торкөз бойынша суреттерді қалай салуға болатынын айт деген тапсырма. Бірінші, мына торкөздерге қарай қойшы, ненің суретін көріп тұрсың? Тасбақаның. Ал екінші суретте? Ол не? Атын өзің айта ғой. Әрі қарай үшінші суретте? Балықтың. Тамаша. Міне, енді мына суреттер бұл математикалық не болады? Қосылып салынған математикалық сурет сияқты. Бұның да өзінің формуласы бар. Мысалы, тасбақаға қарай қой. Тасбақада не істелінген? Басында нүкте қойылған. Және де екі шақпақ жоғары деген белгі. Содан кейін екі шақпақ оңға қарай, тура солай, төмен қарай 4, оңға қарай 1 деген сияқты осындай. Мына көрсету, әр қадамды көрсету арқылы осындай математикадан шақпақтарға сурет салса болады екен. Ал енді сен мына кез келген 3 суреттің біреуіне осындай қандай қадамдардан тұратынын және сол қадамдарды орындағаннан кейін сол сурет шыға ма, шықпай ма, соны тексеріп көр. Саған 2-3 минут уақыт беремін. Жарайсыңдар балалар. Ал енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада бізде шаршылар берілген. Шаршының бір қабырғасы белгілі болса бізге жеткілікті. Себебі шаршының барлық қабырғалары бір-біріне тең. Ал енді осы шаршылардың периметрін тап дейді. Мысалы, біріншісін көрсетемін, қабырғасы 6 сантиметр. Яғни, А тең 6 сантиметр. Енді формуласын еске түсірейік. Периметр дегеніміз барлық қабырғаның қосындысы. Ал шаршыда 1/4 қабырға бар. Яғни мен Аны 4-ке көбейте салсам болады ғой? Әрине болады. Орын-орнына қоямыз. 6 сантиметр көбейту 4. П тең 6 4-ім 24 сантиметр. Міне, тамаша. Әрі қарай 5 сантиметр, 3 сантиметрге тең шаршылардың периметрін міне тақтада көрсетілген мына формулаға сәйкес мәндерін таба ғой. Ал жарайсын балақай, келесі 3-ші тапсырмаға қараймыз. 3-ші тапсырмамыз бас қатырарлық және де өте қызық. Және ол да біздің осы бүгінгі тақырыбымыз фигура салу деген тақырыпқа тығыз байланысты. Ал мен тапсырмасын оқиын, ал сен мені мұқият тыңдай ғой. Және де мынау қандай қиын ұзақ есеп деп қорқып кетпе. Себебі біз мәселе есепті не істейміз? Бөлікке бөлу арқылы оның жауабын тез шығарып ала аламыз. Ал кәнекей. Қайықтың желкені А, Б, С, Д 4 бұрыш пішініне ие. А, Б қабырғасының ұзындығы 6 метр. Бірден оқып отырып берілгенін жазайық, жарай ма? Яғни А, Б қабырғасы 6 метр. Ал енді ВС қабырғасының ұзындығы АВ қабырғасынан 3 метр ұзын дейді. ВС қабырғасы белгісіз 3 метр ұзын АВ-дан дейді. Әрі қарай. Ал СД қабырғасының ұзындығы ВС қабырғасынан 4 метр қысқа. Ал кәнеке. СД қабырғасы белгісіз 4 метр қысқа. ВС-дан
Бірақ дейді, АД қабырғасынан 1 метр ұзын дейді. Яғни АД қабырғасынан не дейді? 1 метр ұзын. Міне, қанша белгісіз? ВС қабырғасы белгісіз, СД қабырғасы белгісіз және АД қабырғасы белгісіз. Ал енді жеке-жеке асықпай отырып шығарамыз. 3 метр ұзын. Не істейміз? 6 метрге 3 метрді қоссақ 9 метр. Бірден жақшаның ішіне қандай қабырға екен жазып қоямыз? ВС. Әр қарай енді мына СД-ны табамыз. 4 метр қысқа дейді. Не істейміз? 9 метрдан азайтамыз 4 метрді. 5 метр. Бірден жақшаға жазамыз. Ол СД қабырғасы. Енді мына АД қабырғасынан ол 1 метр ұзын дейді. Яғни не істейміз? 5 метрдан 1 метрді азайтамыз. 4 метр. Себебі бұл жерде бұл деген, яғни СД қабырғасы мына АД-дан ұзын болып тұр. Сондықтан біз азайтып тұрмыз. 4 метр бұл АД қабырғасы. Міне, біз осы 4 бұрышты барлық қабырғасын не істедік? Таптық. Міне, АВ қабырғасы, ВС, СД және де АД қабырғасын таптық. Ал енді осы мына фигураның периметрін табу бізге оңай болады. Периметрін табу үшін біз барлық қабырғасы не істейміз? Бір-біріне қосып шығамыз. Ал кәнекей периметрін өзің таба ғой. Ал енді мына дәптерге фигураны сызу және де оның периметрін табуға арналған тапсырма. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада бізде 2 фигура берілген. Біріншісі тік төртбұрыш және де екіншісі шаршы. Тапсырмаға сәйкес осы фигуралардың әрбір ұзындығын не істеуіміз керек? 3 сантиметрге артық фигура сызуымыз керек. Яғни біріншісінде мысалы 4 сантиметр және 2 сантиметр ені. Сондай тік төртбұрыш берілген ғой. Не істейміз? 3 сантиметрге артық болса, 4-ке 3-ті қосамыз 7 және де ені 5 сантиметр фигураны сызып, және де соның несін табасың? Периметрін табасың. Ал енді мына шаршыда 3-ке 3-ті қоссақ 6, яғни 6 сантиметр шаршы сызып, оның да периметрі табасың. Онымен бүгінгі біздің сабақта біз бірнеше сабақ болды. Периметр табу, оның бірнеше нұсқасы, тәсілдерімен танысып жатырмыз. Ең бастысы тік төртбұрышпен және шаршының периметр табу формуласын ешқашан ұмытпа, жарай ма? Тағы да бір рет қайталайық. Тік төртбұрыштың периметрін табу формуласы А қосу В, яғни ені мен ұзындығын қосып, 2-ге көбейтеміз. Ал енді шаршыныкі А көбейту 4, яғни ұзындығын 4-ге көбейтеміз. Ал қалған 3 бұрыш, 5 бұрыш, 6 бұрыш, яғни кез келген көп бұрышты фигуралардың периметрін табу, бұл бізге тіпті оңай. Оның барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы оның периметрі болады. Жалпы балалар, сендерге периметр табу тапсырмалары оңай түсіп жатыр ма? Егер оңай түсіп жатса, міндетті түрде осы видеоның астына комментарийда кері байланыс күтем. Жарай ма? Тамаша! Келесі сабақта кездескенше үйге 4-5 тапсырманы соңына дейін орындай ғой. Сау болыңдар!